Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Асимон. Бүгін біз Брукевінде мама іздейтін боламыз. Ал кеттік ал. Мама керек мен деп жаз дедім. Ал кеттік ал. Нешінші дом дейді екен көрейік. Мен сонымен мамамен танысып алдым. Мынау менің мамам. Қараңдар. Ой. Міне менің мамам. Деп тұрған. Қолынандай осындай. Киімі әдемі. Черный. Мәссаған, мамам менің ютубер ма не? Так, не түсіреді екен өзің қарайшы. Асимонға тіркелген ба өзі? Достар, тіркелмеген болсаңдар тіркеліп кетіңдер сендерді. Так, мама тіркелмепті. Ай, мама, крыса. Так, тіркеліп қояйық, мынаусын басайық. Қыз, бұл менің орным тұр. Мама маған не депті? Жай тұра салайын. Мама Roblox ойнайды екен. Саған тұр деген ғой. Ойбай, мама қойды болды. Так, басқа бөлмеге қарамасам, мамада бір повезло, маманың да тамақ беретін күні бар екен ғой. Так, тамақ жейсің ба дейді. Бірақ мен тойып тұрмын, мама. Демейді шығармын мен. Қыз тамарды. Ойбай, менің мамама не оған жер жеп отыр. Тәттісін-ай. Мамадан қорқатын болдық. Артыма қарап жемесем, мынау бір удармен мені ұйықтатайын деп тұр. Қыз, неге артқа қарап отырсың? Жарайды, мама, алдыма қарап отырам. Тәтті екен. Дәмдісін-ай, болдым мен. Давай. Жеп болдым ау. Осымен біздер ұйқып. Ой, билеп келмесем. 1, 2, 3. Ой, кім түн ортасында тықын деген? Так, жарық аяқтан шығып мама Roblox ойнап салама десем. Мама деген тықын еткізіп отыр екен. Түрім мынандай болып кетті ғой, мама. Вообще. Мен көріп қоймай тұрғанда кетіп қалмасам, мамадан бір удар жеп қалайын деп тұрмын ғой. Кетейін қой құрсын. Осылай тұрғанда ысталып қалдым әне. Мама, не істеп тұрсың? Қой құрсын, басын шайқай берме, басын деп қалады. Әдет болып кетеді, мама. Қолында аузын салғансың ба? Немен алып салғансың? Қолын немен жоқ болып кетті ғой. Бір удар бермес екен аты жерді дегенмен. Ұйықтап қалайын деп тұрмын ғой. Енді мамадан бір удар жемей шлабырмен шлабырдан қашып жүрмен. Түрімді қараңдар енді. Деп тұр. Айбай, мамадан удар жемегенмен рахмет, соған шүкір етем енді. Ударын жеп қалсам ұйықтап қалады жан. Короче, мен мамадан қашып жүрмін енді. Короче, мамадан таяқты жеп енді өйстіп талып қалдым енді. Жаңа даусыма былайынан қармай қойыңдар, сәл өзгертіп андай қылып, короче, сөйтіп салғамшы. Мына мамадан таяқ жеп жүрмін. Айбай, жүре алмаймын бұл өзі. Айбай, мына мамадан қашып кету керек ше, негізі қалай құтылсам болады екен. Бір ойбаймен анау келді ғой мама. Бір мына мамадан қалай құтылсам екен, маған тағы бір адам керек. Так, маманың қандай әлсіз тұсы бар? Бір андай аллергия, неден аллергиясы бар екен. Вот аллергия шығарсақ, вообще маған көңіл бөлмейді жүр. Бір жоспарға құру керек ше, негізінде. Қараңдар, мен түрін өзгертіп жатырмын. Короче, күліп жүрек. Мама, қалайсың? Деп. Мен сияқты тағы бір қыз го мама, деп андай мама іздеймін деп келу керек ше. Мама бір қашу үшін енді 2 адам керек. Так, мама қалайсың? Сәт чотам болып тұр ғой, түрін такси ұстап қалғансың ба, немене? Короче, менің қарным ашты, мама тамақ бер дедім. Жарайды, мен тамақ дайындайын ба? Жарайды. Так, все. Ой, мама, сен өзіне әдемі тамақ таңдапсың да, алынатын. Ал нені енді мен бассам алынбайды ғой еті. Сенде мысалы анау тамақ алынады мысалы қолына. Жемеймін болды, кетіңдер бір. Ренжідім, жемеймін. Ой, біреу келіп тұрған сияқты. Қашан келеді ана го мама деп. Тағы адамдар келу керек ше, білейін. Келді ғой. Әппақ қыз келді. Так, секіріп кетті ғой чөті. Так, қаттен келеді жүре қазір. Мама, күте тұршы, жаңа бір қыз бірдеңе дейді ау. Так, чөті. Келді. Так, не дейді екен? Ура, го мама дед. Блин, ол да сау басына сақина тілеп алған ес. Мамам білесің ба сен, айтпай қойын. Так, короче, бұл ойлаған шығар, бұл мама добрый деп. Мәссаған, мама добрый емес. Бұған тез айтпасам, мама
план құру бәрін айтпасам. Ай қыз, не ғой, мен саған бірдеңе айтуым керек, сәлем, мен сенің құрбың боламын, бірге план құрамыз. Былай ғой, әңгіме сөйт чотым. Ойбай, мама келіп қалды. Не дейді? Мен жұмысқа дейді. Жарайды, мама, тұрың деп қалды ғой чоты да. Так, былай ғой, біздің мама негізі добрый емес, злой ол. Бағана шлабырмен удау мені. Ана түнде деген қуып, ана өзіме өзі билейді. Бағана діктің деп мені оятып жүрді. Еще қасына барсам, мен шлабырмен қуып жүр, шаршап қалдым. План құрайық. Білмеймін сол неге мені қуғанын. План құрайық, яман. Мен түрімді өзгертіп алайын. Менің құрбымда даже сенбей жатыр маған. Қазір көрсетем. Неғды просто тамақ ішіп отырайық, мамаң келгенін күтіп. Мама келсе жанымызды шығарады. Неге неғып жинамадыңдар деп шат қазір күте тұр. Күтейік, мама қашан келеді. Білмеймін сол, шлабырмен қуы мүмкін. Андай тез жүре алып жарсын, иә? Қалып қойып жүрмеймін, мен сені құтқара алмаймын. Ой, ас болсын. Так, мама қашан келеді екен? Так, дайындал қазір, мама бізді қуған кезде біз жүгіре алмай құлап, мен сені былайынан құтқара алмай өзім таяқ жеп әуре болып қалмайық, яма. Так, бөлме аралап кеттім ба, не істедің? Тамақ жеп отырып. Так, жеп алсайшы тамағын. Мамадан қашсақ, үй жоқ болады, ол кезде қарнымыз аш болады. Подружка бағана план білет жарсын, иә? Либо потом айтам ғой, яма. Мама келсін, жұмыстан келетін кезде кемей қалады жоқ өйстіп ше. Бағана ғана ұрсып. Ой, мама келіп қалды. Үйді жинамайсыңдар ма деп ұрсып жатыр. Келдіңіз бе деп добрый сөйлеме, тез бірден қаш, резко қаш, анау қазір сен жет қазір. Ойбай, жет деп таяқ жегізіреді қазір. Тез, не қажат, тез. Столдың астына давай, кір, тез. Ойбай, мен басым үстіне шығып кетті әйтеуір. Маңдайым. Так, болсай, жоқ, қуысқа жатпа, ананың астына жат. Ана мама қазір шлабырмен келеді өткені. Ойбой, қасқа подружкам. Басымен мініп жатыр ғой ананың үстіне. Мама келатыр уже. Так, таяқ жеуге дайындал. 1, 2, 3. Сәт чотам деп келатыр такси ұстап. Все, қаша салайын мен әжелің. Ойбай, мен шалмай қалдым. Айбай. Все, болды, шықтым. Так, тез құрбым қаш. Айбай. Мама таяқ жейтін болдық қана мамадан. Не, шлабырдан басқа жейтін таяқ жоқ па не? Так, подружкам айда, мен подружкам болсай. Айттым ғой жаңа ғана. Дайындал деп. Айттым ғой, добрый емес, бұл злой деп. Мама келатыр енді, мен түрім қарайындашы, такси ұстап қалған. Бірше. Так, енді тез қашып жүрек, тез қашпасам мен бергел подружкам. Бергел деппін ғой, түсіп қалма әйтеуір. Ё-майо. Ана мамадан зорға құтылдық қой. Ана мама деген айттым ғой саған, злой деп, маған рет айттым, таңдамадың ғой сен. Планымызды дайында. Біз қазір елес болайық, давай. Скин дайында тез. Біздің скин дайын, вот, қарандар, кітта елестер. Білмеймін, ерігіп жүрген елестер деп қойсақ болады енді атың. Так, маманы қорқыту үшін ең алдымен маған шлабыр керек. Ол бізге шлабырмен қуды ғой. Вот, біз өйстіп жауап береміз. Ма құрбым алсай. Так, потом былайынан билеп жүріп қорқытпасақ, ол оказывается осындай кездерде ұйықтайды ғой. Ё-майо, ал дайындал. Так, мама қайда өзі, есің болды, ашып тұр екен ғой. Мама айтты ма ұйықтап жатады деп. Қалайсың, чотам, сет чотам. Дейміз, тығыламыз. Мама қайықта өзі. Так, мама ана жерде тығыла тұрайық. Мен подружкамда бір кино ұқсап қорқытайын десек. Так, мама аняға кетті, папа дейін жатыр ма? Так, мама өлі. Мама даже ананың үстіне мініп кеткен ғой. Ё-майо. Так, маманы былайынан қорқытпасақ түсу керек мына жерге, а то біз қызық болмай қалды. Ұсталып қалуымыз мүмкін. Мама ұсталсақ вообще болады ғой. Осылайынан билеп жүрейік енді. Так, мама деп жатыр. Жерге түстің мама. Мә саған бағана подружкам жүр кеттік. Маманы қуайық енді. Бір бағана ответ қайтарайық. Бірше мама қуысқа кетіп қала бермей, неға түсіп, пожалуйста. Все, түсті. Так, маман, ойбайна есік ауыр ғой, аша алмай қалдық. Так, все, телепортпен. Ойбай, мама неға кетіп қапты ғой. Құрбым жай жүгіретіне. Мен мысалы мама жетіп алдым уже. Ойбай, неқтан не істеп жатыр. Ойбай, дым көрмеген ба? Так, маман қуамыз. Деп. Елесін дауыс салмайым. Осымен достар, біздің история аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, міндетті түрде
тіркеліп кетіңіздер. Всем пока-пока.